кадырдын өтө мыкты жогорку деңгээлде өтүп атат менимче иншалла. Бардыгыбызда айбада, бардыгыбыздын телибизде зикир, алхамдулилlah, истигфар. Билесизби? Рамазан ай бардык темаларга шайкеш келген тема. Мен бүгүн бир тема тандадым. Тема өкө бири-бирине шайкеш келген, бири-бирин кууп кеткен тема. Биринчиси Рамазан жана эне деген. Рамазан жана апа. Энени кимдер сагынбайт? Апаны кимдер сүйбөйт? Эне жөнүндө сөз сүйлөгөндө пайгамбарыбыздын ушул эки чекесине бышып турган анардын суусун сыгып туруп тамчылатып койгондой кызарып кетет эле. Ошол бир учурдагы 6 айлык Мухаммад Мадинадан өзүнүн тайеки журтунан Меккеге кайра келе жатып, Меккеге 191 километр калганда апасы катуу ооруп, минип келе жаткан төөнү чөктүрүп түшүп, анан жергеөөктөп жатып калат. Мээ кайнаткан аптаптуу күндүн ысыгында апасынын акактап, тили салаңдап ооруп атканын көргөн 6 жашар Мухаммад апасынын мойнуна асылып, бетин сылагылап, апа, суусадыңызбы, мен суу алып келем сизге. Бирок апасынын катуу ооруп атканын иши жок эле. 6 жашар. Оңуна чуркады, солуна чуркады, айлананы тегерете чуркап, бирок суу таппай келип, кайра апасынын маңдайына келип отурганда, апасы кел кагылайын деп бооруна катуу 2-3 жолу кысып, анан мынтты. Кагылайыным, сен ушундай инсан болосуң, келечекте калдайган калың журтту артыңдан ээрчитесиң деди. 2 жолу катуу кысып туруп, бир учурда кол солк деп бошоп, дене жерге чыгылды. Апасынын 6 айлыгында атадан жетим калган, атаны көрбөй. Өзү 6-га чыкканда эми жол ортосунда ападан ажырап тоголок жетим калды. Ушул атадан 6 айлыгында ажыраган, 6 жашка чыкканда энеден ажыраган бала Мухаммад Аллахтын коркоосунда келип 40 жашка чыкканда пайгамбар болду. Эне, карагыла, жихад деген сөздү Кур'анда, хадисте көп колдонулат. Бул деген күрөшкө чыгуу деген. Бирок энеге, апага кызмат кылуунун сообун жихадтан да жогору коюп койгон. Жихадтан жогору койгондугунун себеби, энеге жатып алып кызмат кылбайсың. Отуруп алып кызмат кылбайсың. Туруп алып кызмат кыласыз. Куду ошо жихадта дагы жатып алып согушпайсың эч качан. Куду ошол сыяктуу жихадтан өйдө турган апага болгон кызмат мына бүгүн Кадыр түндүн шаанеси. Алардын ушул төрүбүздө эле жөн эле көйкөлүп, биз куюп берген чайды айландырып, суутуп ичип, биздин неберелерибизди бирде оң санына, бирде сол кучагына кучактап отурушу өзүнчө эле мээрим. Жөн эле жаннат. Муса пайгамбар күндөрдүн бир күнүндө Аллах Таалага: "Я Рабб, эй жараткан Аллах, бейиште мени менен бирге боло турган дедиң кимдир бирөөнү, бирок анын сыпатын дагы, аты жөнүн да айткан жоксуң, я Рабб. Ким ошол мени менен бейиште боло турган инсан?" деди. Бир канча жолу сурагандан кийин гана Аллах Таала анда муноул базарга барып, кире беришкенде туруп момундай тигиндей сыпаттагы орто бойлуу, шыңга бойлуу, анча деле сулуу эмес, көрүнүксүз бир жигит кирип чыгат базардан деди. Аллах сыпатап бергендей, базардын сыртынан бирөө кирип, көпкө турбай кайра базардан чыкты. Муса пайгамбар аңдып жөнөдү аркасынан. Көчө кыдырып келип, акыры бир үйгө кирип,
Үйünün алдындағы бақтың, дарақтың bir бутағына илініп тұрған жығаштан жасалған себетті ақырын жерге алды дағы, кімдір біреуіні құшағына алғансып, сулар менен жуып тазалап, алып келген тамақ ашынан беріп, қайра су менен тазалап жуып, қадимкідей жаш баланы, қадимкідей ороп, чулғап, қам көргендей, себетке құдошындай баланы бешке бөлегендей қылып, қайра бұтақа еліп қойды. Жігіт еш нәрседен арқасынан аңдып келген Муса пайғамбардың аңдып келгенін білбестен, қайра өз ішіне кете берді. Муса пайғамбар жігіт көзден қайын болып ұзағандан кейін ғана себет илініп тұрған дараға келді. Ақырын келіп тыңшаса, қоғыраған үн шығып атады. Құлақ салса, я Раб, мен қарығанда, мені жаш баладай қылып, өзімдің баламды өзім ұшынтып, терметіп, жуынтып, бақтым еле. Емі баламның қолына мұсапыр болып түшіп қалдым. Балам мені өз нәрестесіндей қылып, жуып, тазалап, тамақ беріп, алдымды құрғатып атады. Аллахым, баламдың маға қылған қызматын сен қабыл қыл. Мен балама разымын. Сенден бір еле сұранышым бар. Ушыл баламды Муса пайғамбар менен жаннатта бірге қылғын деді. Қара, ушыл ұлымды Муса пайғамбар менен бейіште бірге қылғын деді. Муса пайғамбар түйін отырып алып ойлады. Я Раб, қандай ғана берешен, қандай ғана жомарт айкөлсің. Бірақ бейішке кирип Муса менен бірге болуыны дағы апасына қызмат қылғандарды деп қойғаныңа саңа чексіз шүгірлер болсын. Қарағыла, апаға қызмат қылдық па? Бейішке кірішіміз шек күмәнсіз. Апаға қызмат қылдық па? Сөзсізді де тозақтан құтылышымыз ал ашық айқын нәрсе. Апаңа қызмат қылғыла. Қадір түнді өткөрдік. Таң атат біраздан кейін. Азыр бағымда тоқиыз. Күн көтеріліп шыққаннан кейін қағылайын апам, мен сізді жақсы көрем. Сізді айбай сағындым деп жөнле бір чалып қойшыңар. Бұл ебегейсі жоқ нәрсе. Емнеге дебейсіңер бе? Ене өткен күні. Апа көз жұмып, өз уылы менен қызын невере чеверелерін артқа таштап, Аллахның алдына сапар тартқан күні нәді мұнәйдим мин индилләh. Аллахтың алдынан бір чақырық келет адам баласына. Я бәни Адам, ей адам ұрпағы, ей адам баласы, сенің бұға чейін күнөңдің толық кечірілішіне себеп болған, дуа тілектеріңдің бірін дағы қалбай қабыл болушына себеп болған. Ден соолығының чың болушы менен ішіңдің илгерілешіне, рызқыңдың адалдан мол болып, аға береке киришине бірден бір себеп болған төріңдегі құтты өнекең өтті. Оғып қойғын, мындан кейін ішің мұрдағыдай илгеріле бербейді. Күнең мұрдағыдай кечіріле бербейді. Дуа тілектерің мұрдағыдай орындала бербейді. Қарағыла, ененің жөн еле отырышы, жөн еле отырышы біз үшін береке. Ошон үшін қайсы бір күнөө иш кылып, уулу менен кызы ата-энесинин сөзсүз түрдө каргышына калганда гана муну атасы менен апасы ак кылыптыр, кечириптир балалыктан дегиче болбой эле ата менен эне төрдө отуруп уулуна кичине эле кабагынан кар жаап көңүлү ооруп калса, ушул өзү жетиштүү баланын тозокко киришине. Көңүлүн оорутпагыла. Рамазан менен эне аябай бири-бирине окшош. Анткени экөө тең инсанды бейишке киргизет. Рамазан да бейишке киргизет, эне дагы бейишке киргизет.
Bir günөө var. Azabın Allah Taala iki dünyögө birдей bölgөн. Kalgan günöөлөрдүн azabın Allah Taala ahiretke gana koyup koygan. Bir günөө var, azabı iki dünyögө birдей. Al ata менен эненин назарынан kalgan перзенттин günөөсү, azabı iki dünyödө birдей болот.